Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен балалардың логикалық ойлауын дамытатын математикалық ойындарды қарастыратын боламыз. Ол үшін сіздермен қазір біз шебер сыныпты өткізетін боламыз. Сіздер бала кейпіне еніп, сол ойындарды бірге ойнайтын боласыздар. Ол үшін қазір біз сіздермен топқа бөлініп алайық. Мына жерде сіздерге киіз үйлер берілген. Осы киіз үйлерді таңдау арқылы топтарға бөлінесіздер. Біреуін алыңыздар, ашып қараңыздар. Бірінші топ, бірінші стөлде, екінші топ, екінші стөлге ойып тұрмыз. Стөлге отырасыздар. Құрметті әріптестер, жалпы мектепке дейінгі жастағы балалардың логикалық ойлауы не үшін қажет деп ойлайсыздар? Не үшін біз мектепке дейінгі жастан бастап баланың логикалық ойлауына көңіл бөлеміз? Ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Санау, есептеу, ойлау қабілетін жақсыда дамыту үшін. Әрине, құрметті әріптестер, бүгінгі біздің балаларымыз ертеңгі күнге мектеп табалдырығын аттайтын бүлдіршіндерге логикалық ойлау арқылы балалар өздерінің өмірге деген құлшынысы, математикалық ойлауы, санауы, белгілі бір нәтижеге жетуі осы логикалық ойлау арқылы пайда болады. Енді қараңыздар, сіздердің алдарыңызда ойын берілген. Бұл жерде мінекей бірінші түсіндіріп өтейін. Қараңыздар, түрлі түсті асықтар берілген және түрлеріне сәйкесті сандарының түрлі түсті сандар берілген. Осы сандарға сәйкесті асықтар берілген. Яғни тез жылдам түстеріне сәйкес сан ретімен асықтарды орналатып шығу керексіздер. Қазір мен белгі бергенде бәріміз бірге бастаймыз. Бір, екі, үш, бастаймыз. Кім бірінші болады, қамшыны көтеру керек сол команда. Жарайсыздар. Екінші топ жеңіске жетті. Бірінші топ өте жақсы. Жарайсыздар. Мінекей. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, әріптестер, балалардың түстерді ажыратады, сандарды, сан ретін және шапшаңдыққа, жылдамдыққа үйренеді. Жарайсыздар. Енді келесі ойын сіздерге берілетін. Бұл да біздің балаларымыздың математикалық, логикалық ойлауын дамытуға арналған ойын. Бұл жерде ақ отау деп аталады. Ақ отау, бұл жерде мінекей түрлі түсті асықтар берілген және әр асықты түсіне сәйкесті отауына жинау керекпіз. Әр отауда төрттен асықтар, асықтарды реттестіріп, жылжыта отырып, түсіне сәйкестендіріп, асықтарды жинау керек, реттестіріп, жинау қажет болады. Түсіндіңіздер, Қазір бірге бастаймыз, әлі бастамаймыз. Араластырып жеріңіздер. Асықтардың түстеріне қарай отырып, ұяшықтардың түсіне сәйкестендіріп, асықтарды жинау керек болады. Бастаймыз ба? Жоқ, тоқтаңыздар. Төрт асықтан берілген бір ұяшыққа бесеуден жылжытуға болады. Қараңыздар. Ауыстырып, тез жинау керек боламыз. Кім бірінші болады, сол қол көтереді. Бастаймыз ба? Бастаңыздар. Апай, тоқта! Апай. Құрметті әріптестер, келесі ойын шапалақ әдісі деп аталады. Бұл жерде мен қазір топтарыңыздан бір ғана адам қатысады. Мен санды атаймын, тез шапалақтау арқылы сол санға сәйкесті асықтың тауып алуларыңыз керек. Тез ұрып тұруларыңыз керек. Болғанда бұлай алып тастап тұрамыз. Кәнекей дайындаламыз. 1, 2, 3 бастаймыз. 2. Жас көрді. Алып қойыңыз. 4.
3 2 1 Қаймыз тек қана капитан командалар ойнайды. 5 Құрметті әріптестер, келесі біздің ойынымыз мынау шеңбер бойында ойналады. Ол үшін барлықтарымыз орнымыздан тұрып, көрпешелерге жайғасыңыздар. Әріптестер, бұл ойынның аты ұлттық поле чудес деп аталады. Мінекей, сіздердің алдарыңызда киіз үйлердің астарында сұрақтар жасырылған. Мен қазір айналдырамын. Кімге түседі, сол адам сол сұраққа жауап беру керек. Қазір мен бастаймын. Келесі кімге түседі, сол сұраққа жауап беріп, әрі қарай ойынды жалғастыра беретін болады. Кәнеки, дайынбыз ба? Бастаймыз. Опа. Люся апай, ашыңыз, суретіңізді көрсетіңіз. Қараңыз, бұл жерде сізге тапсырма берілген. Айтуыңыз керек. Қатты, ненің суреті? Қатты тас, жұмсақ жастық. Дұрыс па? Люся апай, сіз жалғастырасыз? Шат апай? Менде қоян мен тасбақа. Жылдам жүгіретін ол қоян, баяу жүгіретін ол тасбақа. Дұрыс па? Кәнеки, Шат апай, жалғастырамыз. Менде екі бала, біреу қысқа, ұзын бойлары, біреу қысқа бала, ұзын бала. Ұзын және қысқа. Дұрыс па, әріптестер? Мұнда берілген пішіндерді ата дейді. Тік төртбұрыш, шеңбер, үшбұрыш. Дұрыс па? Мұнда балмұздақ пен шай берілген, е? Балмұздақ мұздай, шай ыстық. Жарайсыз. Келесі жалғастыра аламыз, айналдырыңыз. Менде үлкен, кіші екен. Үлкен балық, әне кіші балық. Үлкен және кіші. Майтын апай, соңғы қалды, сайта қойыңыз. 1-ден 5-ке дейін санап бер. Кәнеки, бәріміз бірге санайықшы? 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсыздар. Кәнеки, қойыңыздар. Құрметті әріптестер, сіздердің алдарыңызда пазлдар, математикалық пазлдар. Тез-тез екі бала екі топқа бөлсеңіздер, кім көбірек тапсырады деп тез-тез санымен астарды оюларды сәйкестендіріп қою керексіздер. Кәнеки, бастаймыз. Санымен сәйкестендіріп санында жүзем. Ою шығады. Сізде ой ма? Санымен вот так. Аспара, сейчас чуть, нет, сейчас чуть. Асықсыз ба, ойыма? Асықсыз ойыма. Мен ойыма. Еще ма? Неге алып қасыңызға? Құрметті әріптестер, мен сіздерге мына жерде жанды кубикті ұсынғым келіп тұр. Бұл жерде суреттер берілген, және мына жерде QR код берілген. Осы QR код арқылы осы кубикті жандандыруға болады. Және бұл математикалық сандарға арналған. Бұл жерде үй тапсырмасы ретінде ата-аналарға берсеңіздер де болады. Жаттайтын санамақтар бар. Қазір мен сіздерге біреуін көрсетейін. Қараңыздар, ол үшін сіздердің телефондарыңызда R деген QR кодты оқитын қосымшаны көшіріп алу керексіздер. Ол қосымша кәдімгі Google Play'дан көшіруге болады. Қараңыздар. 3 дегенің үйрек, салар суға ирек. 2 дегенің елек.
хабар. Мекенсіз құрметті әріптестер, әрбір осы жанды кубиктарда осындай QR кодтар берген. Осы кубиктарды үй тапсырмасы ретінде ата-аналарға беріп, балаларға қызықты, және қазір балалардың бәрі телефонмен ойнағанды жақсы көреді. Ол телефонмен ойнауды осындай пайдалы жадына жұмсаса болады. Qol, oyoq, bel, iyoq. Alındı balalar. Bile, 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 bile. Göz, ayak, bel, dizi. Alındı balalar. Bile, 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 bile. Құрметті әріптестер, мінекей біз бірнеше математикалық, логикалық балалардың ойлау қабілетін дамытатын ойындарды ойнадық, иә. Ойын сіздерге ұнады ма? Ұнады. Өте жақсы. Ендеше бүгінгі біздің шебер